Енді мен сөзді мына Берік Мырзаның әріптесі біздің өте халықаралық қазақ тілі қоғамының ең белсенді мүшелерінің бірі Қазыбек Исаға бергім келіп отыр. Қазеке, сіз айтсаңыз, мына парламент деңгейінде қолға алынып жатқан қандай ірі жоспарлар бар, жұмыстар бар? Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгін біз жақсы іштің бастауы болып жатыр. Жаңа едеке мынау рахмет осындай нәрсе ұйымдастырып жатсыз. Келесі биыл Алаш Көсемі Әлекеңнің 155 жылдығы болса, келесі жылы ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығы. Осы 150 жылдықты сіздер бастап отыр деп санауға болады осы шарамен, осы немен. Яғни жаңа біздің Берік бауырымызда істеліп жатқан шаралардың біразын шолып өтті. Өзіңіз де айтып өттіңіз. Осы мәселелердің бәрі де ең алға келесі жылы істелетін шаруалардың басы ғой осының бәрі де. Енді ол ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлына қалай ұлықтасақ та жарасады. Оның жаңағы шығармаларын, мысалы қазір менің естуімше біздің нелер түсіріп жатыр, кинолар түсіріп жатыр. Мен 2019 ұлттық кеңесте осы Алаш көсемдерін ардақтау жөнінде, ал біздің Ақ Жол партиясы 2012 жыл фракциядан бері, 2007 жылдан бері Алаш көсемдерін, Алаш арыстарын парламент тарихында тұңғыш рет атап ұлықтау жөнінде үлкен жұмыстар жүргізіп келе жатыр. Енді бұл мәселені мен өткенде осы депутаттық ел аралаған кезде Ахмет Байтұрсынұлының мұражайына бардым, сол жерде Алматыдағы. Яғни осы жаңа алдағы істелетін шаруалардың ішінде осы мұражайды да жаңағы әлі жеке меншіктің қолында екен, бұл мемлекеттің меншігіне алу, Алматы қалалық немесе министрлік, мәдениет осы шараның аясында істелетін негізгі шаруалардың бірі. Жұрт мысалы кез келген шаруасын әспеттейді. Мысалы Прибалтикелдердің бірінде барған елді қараса, мына судың жағасында қайықтар тұр дейді. Қайықтардың бәрін қоршап, әспеттеп, құрметтеп қойған дейді. Неге десе, бұл қайықтар мынау жаңағы адамзатқа қызмет еткен. Сондықтан құрметтеп отырмыз дейді. Ал біздің Алаштың арысы, ұлтымыздың ұлы көсемдерінің бірі Ахмет Байтұрсынұлының мұражайы, соңында қалған енді табаны тиген өзі тұрған үйдің бірі ғой. Әліге дейін мемлекеттің меншігінде емес. Осы мәселені көтеруіміз керек. Біз алдағы уақытта көтереміз деп ойлаймыз бұл мәселені. Содан кейін 15 томдық шығармалар жинағы бізде кеше ғана Ақ Жол партиясының ұлттық кеңесінің хатшысы болып сайланған Сұлтанға дайындап жатыр. Ол мәселені де мемлекеттің қарауына енгізіп, мәдениет министрлігі арқылы шығару мәселесінде қолға алып жатырмыз. Тағы айтатын нәрсе, бұл жаңағы бүгін бір жақсы жылт еткен жылы хабар болды. Байқадыңыздар ма? Мен фейсбук парақшама қойдым, Қазақ үні сайтына жазып. Біз мысалы осы бүгін 5-ші қыркүйек Ахаңның күні тіл мерекесі. Бұрын 22-ші қыркүйек еді. Ұлт ұстазы, тіл атасы Ахмет Байтұрсынұлының құрметіне қарай мереке, тіл мерекесі аталып отыр. Бүгін осы алдағы 2 күн, яғни жексенбіге тура келіп тұр, бүгіннен бастап отыр. Соған тіл мерекесіне қарай жақсы бір тілге байланысты бір жылт еткен, кішкене жылға бар жылт еткендей болды. Өйткені мен 3 ақпанда парламентке келе салысымен мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру жөнінде заң қабылдау жөнінде депутат сауал жасаған едім. Оған үкімет басшысының жауабын білесіздер келген, оны қанағаттанбай премьердің жартылай жауабына толық жауапты тағы жазғанбыз. Сол 2-ші жазған жауабымызға да келді. Бұл жөнінде нақты жауап берді. Мемлекеттік тіл туралы заң жобасы үкіметте пысықталып жатыр деп. Яғни қаралады деген әйтеуір сеңнің сетінегендей болды. Соның өзіне бір жағы қуанып отырмыз тілдің мәселесінде. Осындай жақсы істер іске аса берсін. Қай кезде де осы мәселелерді біз парламентте отырған депутаттар, осы руханият жағында жүрген әлеуметтік мәдени комитет мүшесіміз жаңа Бекең екеуміз осы мәселеде қолымыздан келген көмегімізді береміз. Қай кезде де қолдан келген көмекті жасай береміз. Рахмет. Көп рахмет, Қазеке. Енді сіз көтеріп отырған мемлекеттік тіл туралы заңды кезектен тыс шұғыл қабылдау керек деген мәселені, одан кейін қазір осы Қуат Ахметовке байланысты көптеген мәселелер көтеріліп жатыр ғой. Бүкіл ел болып. Мен кеше Қасым-Жомарт Кемелдің жолдауына байланысты бір жазбаны әлеуметтік желіге жазып жібердім. Сол жерде осындай бір тілдік рейдтерді жасау,
тексерістерді ұйымдастыру халықаралық қазақ тілі қауымының ең басты бағыттарының бірі екенін атап көрсеттім. Және енді халықаралық құқық бойынша сатушының, қызмет көрсетушінің, мемлекет қызметкерінің бір жағынан, екінші жағынан сол қызмет алушы, қарапайым адам, сатып алушы адамдардың құқығы халықаралық құқық бойынша тең емес. Ең басты, ең кәдімгідей негізгі адам құқықтары тарапынан қорғалатын қарапайым адамның, сатып алушының құқығы. Ал қызмет беруші, сатушы, мемлекеттік қызметкер, олар өздерінің міндеттерін атқарып отыр. Олардың сондықтан осы таразыға салған кезде осы мәселелерді біз ескеруіміз керек деп мен айттым. Бірақ мен ойлап отырмын, енді біз Ахаңға байланысты, Ахаң дүниесіне, Алаш дүниесіне байланысты ұсыныстарды береміз, бірақ солардың ішінде осындай маңызды, көкейкесті мәселелерді міндетті түрде нақты атап, өзіміздің позициямызды жақсылап келтіреміз міндетті түрде. Мен қарап отырмын, енді мына қазір қолды көтеріп отырған, жаңа сіз жақсы музейді айтып кеттіңіз. Музей мәселесі, енді Иманғали Емекең жоғары жақта отырғанда, премьер-министр орынбасары, біз осы мәселені көтергенде, ол өзі бірден Алматыға келіп, музейді көріп, енді үкіметтің қаулысы енді шыққан деп жатқан кезде орнынан ауысып кетті. Бұл Орынборда Ахаң отырған үй бар. Біздің 2 рет жалпы қазақтық құрылтайлары өткен тарихи ғимараттары бар. Соларды қазір жекешелендіріп, біреулер сатып алған, кейбір үйлерді кафеге айналдырам дегенде, енді біздің тіл жанашырларымыз мәселені көтеріп, мына Қазекеңдер, сіз де бардыңыз ғой, Азат Перуашевтың біздің бар бірталай осы мәселе тоқтады. Бірақ бұл жекеменшік мәселе болғаннан кейін бұл жерде енді жолымен жөнімен мәселені шешу керек. Қазір біз осы бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Енді мына ресми түрде Ресейдің билігі арқылы араластырып, мемлекет аралық кәдімгідей үлкен шешімдер арқылы осы тарихи ғимараттарды, ескерткіштерді біздің мемлекеттің қарамағына, қорғауына алу мәселесі қолға алынып жатыр. Осындай жұмыстар өте көп, олардың бәрін міндеттер тізіп қадағалау керек. Едеке, сөзіңізді жалғастырайын. Ол анау Орынборда Ахмет Байтұрсынұлы тұрған үйді де біз қадағалап отырмыз. Осы былтыр ғана сол бір сатылады екен, тағы нәрсе деген сөздер болған кезде біздің анау Ақтөбе облысындағы филиал Асқар Аманбаев, Асқар Садықов Аманбайұлы, сол бар. Ол жерде Сәулет Екешева деген біздің әріптесіміз бар. Жұмыстар істеп отқан. Солармен қоян қолды хабарласып, біз қадағалауымызды алып отырмыз. Ақжол партиясынан сол кезде сол Ақтөбедегі филиалымыздың төрағасын Орынборға жібергенбіз. Бұл мәселені біз қазір қадағалауымызда. Одан кейін жаңағы мәселені, жаңағы қуатқа байланысты, тағы көшедегі жаңағы мемлекеттік талап етуге байланысты да өткенде білесіздер, Ресейдің шу шығаруымен ол кезде біраз нәрсе болды. Оның аяғы кейін жаңағы қудалау болды, мұны жолдауға келіп тірелді кеше. Одан бері кеше ғана мен мақала қойдым, ол жерде жаңағы тілдік дискриминация ұшырап жатқан қазақ тілі, орыс тілі емес деген. Оның ішінде барлық нәрселер айтылды. Мен ол енді мемлекеттік тілді талап ету ол заңды қай жерде де. Мысалы Ресейде кез келген барып, мысалы орыс тілінде жауап беріп жатқан адамға басқа тілде жауап бер деп айтып, мысалы орыс тілінде жауап бер деп басқа тілде жауап беріп жатса, айтқан ол заңды болады ғой. Мысалы Ресейде кез келген қаласында кез келген дүкенге кіріп, ол орыс тілінде жауап бермей тұрса, өзге тілде жауап беріп тұрса, одан неге мемлекеттік тілде жауап бермейсің деген ол заңдылық. Бізде де сол сияқты заңдылық. Ол тұтынушылар туралы заңында 24-25 бабында бар. Мысалы мына Бекең отыр, жұмыс тобының күшесі көрнекі ақпарат туралы заң жұмыс тобы бізде қаралып жатыр, жақында қабылданып қалады. Сол заң іске асса, осы көшедегі жаңағы жүру, осындай жаңағы рейд жасаудың бәрінің қажеті болмай қалады. Өйткені ол заңда біз ұсынып отырмыз, жаңағы айырылып қалған тіл басқармаларындағы бақылау функциясын енгізуді, кәсіпкерлік кодекске 38-ші бап. Осылардың бәрі іске асқан кезде
Яғни жаңағы көшеде олардың бәрі заңсыз болып табылмайды. Олар заңды болып табылады. Тіл басқармаларының жұмысы, сіздердің халықаралық қоғамның, біздердің жұмыстарымыз айналып жүреді. Ал енді оны заңсыз деп тапқан айтқан дұрыс емес. Анау Мәскеудің радиосына Ақ Жол партиясының төрағасы Азат Перуашевтың өзі алғаш бірінші рет жауап бергенде де айтты, олардың мемлекеттік тілді талап етуі заңды деп. Сол сияқты олардың қай кезде мемлекеттік талап. Өйткені біздің заңымыз істемегесін олар, мен осыны талай жаздым осы уақытқа дейін. Біздің заңымыз әлсіз болғаннан кейін ол көшеден шығып халық талап етеді ертең деп. Сол талап ету қазір жүріп жатыр. Сондықтан мына көрнекі ақпарат туралы заңды жеткізуіміз керек. Жаңағы біздің ұсынысымызға ұлттық экономика министрлігі атамекендер әлі келісім бермей отыр. Солар келісім беруі керек ол. Әйтпесе көшеге шыққан көкесі сонда болады ол заң қабылданбаса. Мен ол кеше Хабар 24-тің несінде де айттым, мен оны тікелей шақырған сұхбатында, анығын айтқанда да. Одан кейін жаңағы мемлекеттік тіл туралы заң қабылдауымыз керек. Барлығы заңды болса шу ешнәрсе болмайды. Жақсы, рахмет. Дұрыс. Я кезінде мен комитетте болған кезде біз үкіметтен өзімізге бұл мәселені қоймай көтере беріп тапсырма алып бір заң дайындау алқаны құрып, оған бүкіл еліміздегі мықты заңгерлер Салық Зиманов, Нәрікбаев, Баймаханов, академик, солардың бәрін бастарын қосып, әп-әдемі заң дайындағанбыз, заңды дайын. Негізі бұл мәселе енді тек қана саяси шешім қабылдану керек. Ол мәселеде негізі жақын деп ойлаймын.